Пән мұғалімдер және студенттер, мен Жомарт Мұратұлы, физика математика ғылымдарының кандидаты. TikToktағы және YouTube'тағы парақшамда күрделі математикалық есептердің шешулерін көрсетем. Бүгін мынадай Мәскеу мемлекеттік университетінің МГУ-дің математикадан жазбаша қосымша түсу емтиханында берілген мынадай үш айнымалылы теңдеулер жүйесі сызықтық емес. Осының қалай шығару керек екенін сіздерге көрсетем. Теңдеулер жүйесі берілген, мұнда екі теңдеу, айнымалылар саны 3, теңдеудің саны айнымалылардың санынан көп, және x, y, z бұнда үшеуі де оң сандар. Мына теңдеуді қанағаттандырады. Бірінші теңдеу жақша x квадрат плюс xy плюс y квадрат, екінші жақша y квадрат плюс yz плюс z квадрат, үшінші жақша x квадрат плюс xz плюс z квадрат жақша жалған тең x, y, z. Екінші теңдеу тура ұсақ, бірақ мына жерде x-дің 4 плюс x квадрат y квадрат плюс y4 плюс y4 плюс y квадрат z квадрат плюс z4 плюс бөлінген x4 плюс x квадрат z квадрат плюс z4, осының көбісі тең x куб, y куб, z куб. Міне бұны қалай шешеміз? Енді бұнда ең алдымен не? Екінші мынаны түрлендіріп алайық. Мынамен мынау қалай байланысқан? Соны енді бізде қорықпау керек. Бұнда айнымалылардың саны көп, теңдеулердің саны екі теңдеу бар, үш айнымалы бар. Дұрыс. Енді не істейміз? Мынамен мынаның байланысын іздеуіміз керек. Мынаны қалай байланыстырамыз мыналарды? Қарайық. Бұнда енді мынаны түсінуіміз керек. X квадрат плюс y квадрат плюс y4. Мынаны толықтырсақ, мынаны былай алсақ x4 плюс 2x квадрат a квадрат плюс 2ab плюс b квадрат, квадрат келесіне x квадраттың квадраты, y квадрат. Не мынау бірақ 2ab болу керек, мына жерде көбейтіндісі тұр. Міне y4 и минус x квадрат минус y квадрат. Қарайық. Мынада қалай сонда бізде? Мынада не байқап тұр? Мынау x квадрат плюс y квадраттың квадраты минус xy-дің квадраты. Мына квадраттардың айырмасы қалай? a минус b плюс b, x квадрат минус xy плюс y квадрат. Мына жерде, мына x квадрат плюс xy плюс y квадрат. Міне. Мына байланысып тұр, көріп тұрсыздар. Мынаны көбейткенде шығады екен, дұрыс па? Енді қарайық, біз мынаның бәрін жинастырайық енді. Мынаны дәлсек, модерлесек, енді сонда не? Мына қарайық, жазып шығайық сонда. Тура осына орындардан осына мына көбейтіндімен мына көбейтінді байланыстырайық. Мына көбейтінді неге тең, соны жазып шығайық. Мына орынды өрнектейік, мына көбейтіндер бұл. Біз білдік, қалғандарды дәлелдесек те, енді оны түсіндіріп қажет жоқ деп ойлаймын. Мен сонда екінші жерде тұрған көбейтіндіні сол жақтағы, мына бірінші жерде тұрған, бірінші теңдеуде тұрған сол жақтағы көбейтінді арқылы өрнектейік. Енді мынаны бір-бірімен байланысты ғой, дұрыс па? Енді түсіндік қой біз байланысты екенін. Енді соны пайдаланайық, идеясын түсіндік біз. Енді ары қарай не қыламыз, шығарамыз бұны. Екінші неде тұрған не қыламыз яғни? X-ның 4 дәрежесі плюс x квадрат y квадрат плюс y4 плюс көбейтілген y4 y квадрат z квадрат плюс z-дің 4 дәрежесі x4 плюс x квадрат z квадрат плюс z-дің 4 дәрежесі. Міне осы көбейтінді неге тең? Әрқайсысын жеке-жеке мыналардың көбейтіндіні жазып өйткені осы көбейтінділер арқылы өрнектеледі ғой, жаңа алдында көрсеттік қой. X квадрат плюс xy плюс y квадрат. И мына жаққа y квадрат плюс yz плюс z квадрат x квадрат плюс xz плюс z квадрат. Осы көбейтінді мыналардың минустар болады. Минустардың көбейтіндіде x квадрат енді минус xy плюс y квадрат минус yz плюс z квадрат и x квадрат. Мына жақта қалай болады? Мынаны көбейтіндісін жазайық. x квадрат минус xz плюс z квадрат. Мына көбейтінді мынаған тең x куб, y куб, z кубқа тең. Бірақ мына тұрған көбейтінді неге тең? X, y, z-ке тең ғой, дұрыс па? Значит, қалай жазамыз? Мына үш көбейтінді x, y, z-ке тең бірінші. Неге тең? Мынау тең болады. Мына жаққа жалғастырайық. x, y, z көбейтілген мына көбейтінділер, дұрыс па? x квадрат минус xy плюс y квадрат. Көбейтіл y квадрат минус yz плюс z квадрат көбейтілген x квадрат минус xz плюс z квадрат. Ал x, y, z-қа тең мына көбейтінді. Өйткені мынау не? Тең x куб, y куб, z куб. Мына оң санынан қысқарталамыз, сонда квадраттар болады. Значит, мына көбейтінді неге тең? Мына көбейтінді тең, мына көбейтінді тең, мыналар қысқарады да, сонда не болады? Мынау қайталап жазып уақыт кетірмен мыналар қысқарады, дұрыс па?
мынаның кубы дұрыс па? X, Y, Z. Сонда қалады бізде X, Y, Z-тің квадратын аяқта. X, Y, Z-тің квадраты. Енді мына жерде қарайық. Мына жерде біз бұны ықшамдап шығара алмаймыз, бірақ бұны теңсіздікті пайдаланамыз. Арифметикалық орта мен геометриялық орта. Мынаның әрқайсысын бағалап шықса қалай болады? X квадрат минус XY плюс Y квадрат ол артық не тең? XY. Дұрыс па? Неге? Өйткені мына аяққа шығарып жіберсек X квадрат минус 2XY плюс Y квадрат болады, дұрыс па? Ол X минус Y-тің квадраты ғой, дұрыс па? X минус Y-тің квадраты ол теріс емес, дұрыс па? Өйткені ол не? Санның квадраты ғой. Мына аяққа шығарып жіберсек сол X минус Y-тің квадраты ол теріс емес. Сонда мынау орындалады. Дәл сол сияқты. Ана жерде мынау YZ-тің артық не тең болады? Мынау YZ-тің артық не тең болады? Мына екінші көбейткіш Y квадрат минус YZ плюс Z квадрат артық не тең YZ. Неге? И на үшінші X квадрат минус XZ плюс Z квадрат артық не тең XZ. Үшеуін көбейтеміз, үшеуін көбейтеміз бар, оны сондырып, үшеуінің көбейтін сол жақ, мынау жағында, оң жағында мынау. Мыналарды көбейтсек X, Y, Z, X квадрат, Y квадрат, Z квадрат, мынау шығады, дұрыс па? Значит, мынау артық, мынадан артық не тең? Мына тең болады, қандай жағдайда? Үштен үшеуі де тең болған жағдайда. Неге? Біреу мынау ешқайсысы кіші боламайды, келісесіздер, өйткені бәрі арифметикалық орта мен геометриялық ортаның теңсіздік бойынша біреу артық болса артық болып кетеді. Значит, бәрі тең. Значит, мына қандай орын шығады? Мынаның бәрі тең. Значит, X минус Y-тің квадраты, Y минус Z-тің квадраты, X минус Z-тің квадраты бәрінің тең. Бұлардың қандай орын? Үшеуі де тең. X-тен Y-тен Z. Үшеуі тең. Сондай мынаның бәріне X-тің орнына да Y-тің орнына Z-тің орнына X қойып шыға аламыз. Мына жүйені үшеуі тең болады. Бұны дәлелдедік сонда, дұрыс па? X, Y, Z осы жүйені қанағаттандырса, онда тең болады. Бұны енді олимпиадалық есеппен бірдей. Енді ойланып сондай шығаруға тура келеді. Енді Мәскеу мемлекеттік университетінің емтиханында ол есептер келмейді негізінде. Мында жүйені X қойып шықсақ, мына жаққа X квадрат, X квадратынан 27X-тің алты дәрежесі ретіне қойып тұрса, X квадрат 27X-тің алты дәрежесі тең. Мына жерде қандай? X куб. Мына жерде дұрыс па? Мына жерде қалай? Мына жерде X-тің 4 дәрежесі, X-тің 4 дәрежесі 27X-тің 12 дәрежесі. Мына жерде қалай? X-тің бәрі 12 дәрежесі. Мына жерде X-тің 3 дәрежесі, X-тің 9 дәрежесі. Шаммен мына жаққа бөліп жіберсек, болады X кубтың 27-тен 1. Мына жақта да екеуінде де солай шығады. X кубтың 27-тен 1. Бірақты бір шығады ғой. Қай санның кубы 27-тен 1 кеткен 3-тен 1 деген әрине. 3-тен 1. Біз алдық қой. X үшеуде 3-тен 1-ге тең екен дәлелде. Үшеуде тең екен дәлелдік. Сонда жауабы қалай болады мына теңдеулер жүйесінің шешімі? Үшеуде тең 3-тен 1. X, Y, Z айнымалылардың үшеуі де 3-тен 1 болады. 3-тен 1. 3-тен 1. 3-тен 1. Теңдеулер жүйесінің жалғыз шешімі болды. Мына 3 айнымалы. X 3-тен 1, Y, Z үшеуі де 3-тен 1. Есебіміз шықты. Ұнаса видеом лайк қойып әріптестеріңізбен бөлісіңіздер. Барлықтарына сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.